Достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге арықтау темасында әңгіме айтқым келіп отыр. Мотивация бергім келіп отыр. Бір сөзбен айтқанда. Мен енді ойым жан-жақты шашыраңқы болу керек. Енді ол үшін айып етпеңіздер. Комментарийға неше түрлі сөздер айтып, мынау не айтып отыр, мынау мыжық кетті, ойнап кетті, ертек айтып кетті. Не надо ондай сөз айту? Айтқың келе ма? Мен жекем Инстаграм тауып алып, WhatsApp-ын тауып алып, бәрі жазулы. Мен жекеме жазып шығып ну не надо комментарий под видеоның астына комментарий қалдырудың қажеті жоқ. Қалдырсам қалдыра бер, ол маған не влияет? Мен ол үшін түсіп қалмаймын, мен ол үшін өкініп қалмаймын, мен ол үшін бұл видеоны өшіріп тастамаймын. Ары кеттік, мен қалай арықтадым? Менің арықтауым қиын болды. 30 жастан асқаннан кейін организм өзгере бастайды екен. Яғни біздің гормондарымыз уже жыл сайын, қартайған сайын тоқтай береді екен. Яғни біз жеген тамағымызды біздің организміміз қорытуы нашарлай түседі. Гормондар жұмыс істемейді, тоқтап тұрады да. Мен мысалы 32 жасым ба, 33 жаста уже ақырындап тоқтайды. Ал біз тамақты тоқтатпасақ, ол гормон, ол жұмыс істемей қалады. Сол үшін біз деген тамақ тез қорытылатын, жаңағындай жасылды, шөптер, сондай витаминді тамақтар жеуіміз керек. Андай мучное, тәтті жемеуіміз керек екен. Мен соны түстім. Өйткені мен 32 жасымда арықтайын деп мен толып кеттім, 65 болып кеттім. Өте сондай толып кеттім. Бетім томпайып, ішім шығып, саным шығып, киімдерім сыймай қалды. Сосын шынымен ойландым, тамақ көп жей берем, депрессия состояниесында. Барып арықтамаймын ғой деген. Арықтап көрдім, диета ұстап көрдім. Мен енді білесіздер, диета марафон өткізіп жүрдім Инстаграмда, Ютубта меню сатып жүрдім. Бірақ ол да көмектеспеді. Ештеңе көмектеспеді. Содан мен депрессияға түсіп, мен бір аурумен ауырдым. Сонымен сол ауру түрткі болды ма, мен өз денсаулығымды қолға ала бастадым. Мен жаттығу қоса бастадым. Жаңағы менюдан тәттілерді, мучнойларды бәрін алып тастадым. Тек ет және енді жейсің, арасында нан жеуге болады, макарон жеуге болады, бірақ күріш, таңертең каша жеп, завтракты қолға алып, сөйтіп жүріп, міне арықтап, Аллаға шүкір, қазір өзімнің весім ұстап тұрмын. Қазір енді мен таңдамаймын, жей берем, бірақ көп жемеуге тырысам. 6-тан кейін де тамақты көп жемеуге тырысам. Мучной, жаңағы тәттілерді де көп жемеуге тырысам. Арасында бар, жеп қоятымыз енді. Ол белгілі, енді көп жеп қойсам, мен келесі күні ол үшін көп жұмыс істеймін. Яғни көп, жарты сағат жаттығулар жасап жүрсем, 1 сағат жаттығу жасаймын. Күніне 2 рет мезгіл жаттығу жасайтын кездерім болады. Соны кетіру үшін, өйткені гормон, біздің денеміздегі гормонымыз жаңағы аз жұмыс істейді, ол тамақты қорытуы мүмкін болмай қалады, тұрып қалады. Біз соған көмектесуіміз керек, яғни күніне 10 000 шаг жасау керек деген сияқты жаттығу жасауымыз керек. Мен соны түсініп, солай жаттығудың арқасында бірнеше килограмм тастадым. Енді сіздерге айтарым да сол, және сол жаттығу жасаңыздар. Менюдан жаңағы тамақтарды алып тастаңыздар, мучное, тәтті, ащы деген сияқты. Әрине алу қиын, енді біртен-біртеп аласыздар, өйткені түсінесіздер, сіздерге денсаулық керек па. Өйткені мен түсіндім, мен салмақ қосқан сайын менің ауруларым көбейе бастады. Әртүрлі ауруларға шалдыға бастадым да. Қалай мен сол артық салмақтан құтылдым, Аллаға шүкір, аурулар да кете бастады. Жөтеліп те жүрдім, грипп болып ауыра берем де, соның бәрі Аллаға шүкір кетті. Және мен түнде кеш ұйықтайтын едім. Мен таңғы 3-терге қарай ұйықтайтын едім. Таңертең 11-де тұратын едім. 11-де тұрғаннан кейін әрине сен түнде кеш жатасың. Сосын мен уақытты өзгерттім. Яғни түнгі сағат 10-11-дің аралығында біздің организмде ұйқы безінің жаңағы мелатонин деймі, бір гормон бөлінеді екен да. Егер сен сол уақытта ұйықтамасаң, ол сенің артық салмаққа келіп соқтырады екен. Егер сен сол уақытта ұйықтап демалып жатсаң, яғни сен артық салмақ қоспайсың. Организмің дұрыс жұмыс жасайды. Сөйтіп мен түнгі 10-11-лерде ұйықтап, таңертең 8-лерде тұрып, сөйтіп үйрендім. Мен енді үйдемін ғой, жұмыс істемеймін.
жұмысқа шықпаймын. Сосын ұйықтай бересің да обедке дейін. Сосын жаңа ерте тұруды үйрендім. Күніне 10 мың шаг жасау, 10 мың болмасын 5 мың шаг жасауды, жаттығу жасауды. Менің арнамда жаттығу бар. Сол жаттығуды жасаңыздар. Мен ешқандай марафон сатпаймын, ешқандай марафон өткізбеймін, ақылы, иә. Білесіздер, менің тек сіздерге мотивация беремін. Менің арнамда тек мотивациялық видеолар және осы жаттығулар. Сол жаттығуларды жасай беріңіздер. Басында қиын болады, басында жасағыңыз келмейді. Кейін жасап үйреніп аласың. Сіздің денеңіз өзі сұрап тұрады, жаттығу жасағысы келіп тұрады. Уже денеңіз шынығып тұрады, бүйтіп жіпсіп тұрады, нәзік болып тұрасыз да, жаттығу жасағаннан кейін белгілі болып қалады, уже денеңізде соны сұрап тұрады. Сондықтан сол тамақты аз жеу керек. Біз аузымызды тиюіміз керек. Аурудың бәрі сол тамақтан, көп тамақ жей береміз, зиян тамақ жей береміз, иә. Соны жейтін кезде ойлаңыздар, мысалы, мынаны жейсіздер ғой, мынау маған керек па, бұл маған пайдалы ма? Мұны мысалы Актимель Kids, яғни бұл йогурт, маған бұл пайдалы, бұл іше берсем болады, иә. Ал егер мысалы біз пайдалы ма, мысалы нан, иә, бургер, бізге керек па? Жоқ, бұндай мен жемеймін, бұны отказ бер, маған басқасын заказ бер. Ресторан, кафеге барсаң, салат берейік, салат жейік, ладно, бір кусок пицца можно, да? Бешбармақ жегенде етін ғана жеп, салаттарды больше жеп. Сосын тамақ жегенде әрқашанда салат жасап жеңіздер. Салат өйткені жаңағы тамақты аз қорытуды жақсы қорытады салат. Сондықтан әрқашанда салат істеп жүріңіздер үйде. Сәбіздің салаты, капуста, тағы не бар, қияр, помидор, әртүрлі салаттар жасап жүріңіздер свекладан. Ішіңіз қатқалса, свекла жақсы көмектеседі. Және вакуум жаттығуын жасаңыздар. Вакуум жаттығуда күшті көмектеседі. Оны мен кейін сала жатамын YouTube арнамая. Сол қолға алыңыздар, семіріп былшымай жаттығу жасап, жаңағы правильный дұрыс тамақтанып, өздеріңізді қолға алып, ақырындап нанды алып тастаңыздар, нан жемей, ақырындап майлы тамақтарды алып тастасаңыздар, организм үйрене бастайды уже. Маған пайдалы ма, пайдасыз ба деп уже сіз сөйтіп тұрасыз. Алда жаз келе жатыр, жаз мезгілінде әдемі арықтап, мен жаттығуларымды жасап, мен видеоларымды қарап жүріңіздер. Мен әртүрлі тағы да видеолар саламын. Жаттығу жасауға ерінбеңіздер, ол өздеріңіз үшін, барлығы өздеріңіз үшін. Менің ешқандай келіп кетер сіздерге пайдам жоқ. Сіз егер өзіңіз тұрмасаңыз, диваннан өзіңіз тұрып жасамасаңыз, менің айтқаннан ешқандай пайда жоқ, иә. Жаттығу жасаудан ерінбеңіз, ол сізге керек. Өйткені ол қартайғанда да 70-80, мысалы 60-70-ке келгенде жерден отырып тұрған кезде, қазір білесіздер, апаларымыз тұра алмайды, аяқтары ауырады. Ол неден? Ол яғни отырыстан, жүрмегеннен, жаттығу жасамағаннан. Сол үшін қазірден аяқ қолдарыңыздың бәрін денеңізді шынықтырып жүріңіздер. Жүгіріңіздер далада, жүріңіздер, жай отырмаңыздар. Жаттығу жасаңыздар, бір 30 минутыңызды жаттығуға арнасаңыз, ешқандай ештеңе көшіп кетпейді. Ерте тұрыңыз, жаттығу жасау үшін, мысалы күнделікті 6-та тұрсаңыз, жұмысқа баратын болсаңыз, таңғы 5:30-да тұрып жасаңыз жаттығуды. Зато бір жеңілден қаласыз. Басында жасағыңыз келмейді, қоя салшы істегім келмейді, бір күн істеп, 2 күннен кейін істеп, солай болады, апатия болады. Кейін үйрене бастайсыз, маған бұл жаттығу керек, мен бұл жаттығуды жасауым керек деген сайын, жасаған сайын денең уже үйрене бастайды, уже жасаған келіп тұрады. Мен уже басқа жаттығуларды жасап сіздерге тағы да салатын боламын. Жаттығулар олар уже би сияқты кетеді. Сондықтан қыздар, арықтағыларыңыз келсе, осы бастан өздеріңізді қолға алыңыздар. Өйткені жас келген сайын, жас ұлғайған сайын біздің денсаулығымыз, біздің гормондарымыз, денеміздегі гормондар баяулай бастайды, қорытылу баяулай бастайды. Сондықтан өздеріңізді қолға алыңыздар, кешкілік тамақ жемеңіздер. Мен кейде тек обедті плотты қатты жеп алам да, сағат 4-те полдник ішіп жеп алам, легкий, сосын кешкі ужин жемеймін. Кешкілік просто салат, не болмаса творог, яғни сүзбе жеп, сонымен қоямын. Кешкілік және суда ішуге болмайды,
Өйткені себебі таңертең ісініп тұрасыз денеңіз. Жаттығуды көбінесе таңертең жасаған дұрыс. Кешкілік жасасаңыз шөлдеп су іше берсе, ол сосын весі да көрініп тұрады. Таңертең жасасаңыз ол білінбей кетеді. Сосын таңертең ерте тұрғанда жылы 1 стакан су ішу керек. Ол организм жылыту үшін, организмге жылы су барған кезде барлығы тазарады. Сол вакуум жаттығуын жасаңыздар, өздеріңізді қолға алыңыздар осы бастан. Менің арнама жазылып, менің видеоларыма лайк басып, менен жаңадан видео күтіп жүріңіздер. Сау болыңыздар.